Театр артистінің тұрмышы қой яғы білен өзіншеліклі, міне, үш ең қызық өзіншеліклі яғына тағыз. Һәм театрға келу сіздің тұрмышығызны нешек өзгертті, нешек ол сіздің тұрмышығызны бойытты? Әйді біз башынан башлайғады. Дұрыстан да мен қазір еске түсіріп отырам, шошылай міне бізде балашақта біздің театрға бекіріп миллиард еді, чүнки олар өздері кіріп отыралар, біз қоянды шыннан тәрәзі артында мәселені қарайдыр егенде, шошындай ұшырашулар біздің бола тұрған еді. Артистлар келелер еді гастролерге, ұшырашулар өткелер еді, ұшыраша едік, сөйлелер еді, шындай қызық бұла еді, біз күліп отыра едік. Міне шында туған қиялдыр енді ол. Міне алар янында менде отырасым келе еді шылай. Отырып, мен де қарап тұрсындар едік, шындай қиял білден. Шоғын білен жинленіп кеткенміндір. Балашақтан мен дұрыстан да әйтіп кеттігіз. Орындаққа басып шеғірлер сөйлейдірейім, жырлайдырейім, мен мотор еттеріп, қазір алай жырлаған жоқ еді, Қорайда ойнайдырейім. Мәктеп концертларында гір қатнаштыралар еді, ауыл концертларында ветінде гір қатнаштыралар еді. Шолай кіріп, анасы мұны Қазан театр училищесіне егетлер жетмей екен деген хабар келгеш, біз жиылышып бірнеше малай кеттік Қазан театр училищесіне. Біздің ауылдылар, бірнеше бізді, әлбәтте. Міне шында інжі апағызбен таныштықтайынды біз. Ол менің курсташым, біз бірге оқып бітірдік театр училищесін. Язмашыншық, мен Тиншөрін театрында, ол Шауыл театрында шылай іштеп кеттік. Әрбіріміздің өз орны бар, өз халқы бар, өз тамашашысы бар.